Сандық технологияларға толы заманауи әлемде өмір сүріп жатқанымызда, әлемнің басқа бір түкпірінде қара магияға сеніп жетістікке жетіп бай болу үшін бақсылардың көмегіне жүгінетіндер аз емес. Біздің бүгінгі кейіпкерімізде 70 әйелдің сілекейін ішіп, бұрын соңды болмаған күшке ие болғысы келген бақсы Ахмад Сурадши туралы болмақ. Сәлем достар, сіздер детектив қазақша арнасындасыздар. Сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Ахмадтың ата-анасы Меданға Явадан енді ғана көшіп келген болатын. Ахмадтың әкесі бақсы ретінде танылған, оған адамдар жиі жүгінетін. Баласы есейген соң қолынан келетін нәрсені үйрете бастайды. Сурадши мұны қуанышпен қабылдады. Ол өз әкесінің ізімен жүруді шешті. Баланың мінезі қиын, ұсақ ұрлық жасап, басқа балалармен ойнауды ұнатпайтын. Кейде себепсіз ұрсып қалатын. Сиқырдың негіздерін түсінген кішкене Сурадши джунглиге барып, онда ол күні бойы сиқырлы рәсімдерді жасайтын. Ахмад есейген соң туыстарының ата-анасының қарсылығына қарамастан өзінің 3 әпкесіне үйленеді. Тіпті оған анасы қарсы болып, 3-4 әйел алуға да рұқсатын береді. Бірақ ол оған қарамастан үйленіп алады. Уақыт өтті, балалар дүниеге келді. Ол 3 әйелмен бірге балаларын да тамақпен асырауы керек болды. Солай Сурадши әртүрлі қылмысты бастады. Ол сиырлар мен шошқаларды, жылқыларды ұрлап, кейде көшеде жай ғана ақша тонады. Бұл үшін ол бірнеше рет түрмеге түсті. Ол жерден оңай ақша табу үшін одан да қатты құмарлықпен шықты. Дәл сол сиқырлы күш оған тек бай болу құралы ретінде ғана қажет болды. Ол 70 жас қыздың сілекейін ішу арқылы адамдардың ойын оқи алатынына, ерік күшімен заттарды көтеріп жаңбырды шақыра алатынына және тағдырдың нағыз иесі болып, болашақты болжап немесе басқа адамдарға сәттілік шақыра алатынына сенімді болды. Әрине ол ақша үшін. Ол өзінің бақсылық талантын ақша табудың құралы ретінде санады. Әртүрлі қызметі үшін ол шамамен $300 алды. Бірақ ол өлтірген әйелдердің киімдері мен зергерлік бұйымдарын алып тастамайтын. Одан кейін оны әйелдері киетін. Оның әйелдерінің бірі Тумини оның істері туралы білетін. Кейде ол оған мәйіттерді жасыруға көмектесетін. Ол өзінің арманы туралы жалғыз өзі айтқан, дегенмен судьяға айтқандай, бұл әйел негізінен барлық адамдарға күйеуін айтқаны үшін кінәлі. Жақсы адам және сиқыршы ретінде өзінің қызметтерін жарнамалап отырған. Индонезиялық сиқыршы Ахмад Сурадши ұлы емші болғысы келіп 42 әйелді өлтіреді. Бір күні Ахмад Сурадши түс көреді. Түсінде әкесі жүреді және мезгіл-мезгіл тоқтап саусағын еріне апарып қайтадан қозғайды. Ол баласына бірдеңе айтқысы келген анық, бірақ бірден айта алмады. Соңында ғана Ахмад оянғалы жатқанда әкесі оны қант құрағы плантациясына апарады. Онда өлі әйелдердің денелері жерден шығып жатады. Әкесі бұрылып баласына көзін қысып, 70 естимісің 70 деп айтып кетеді. Ұсынан оянғаннан кейін Ахмад түстер туралы кітапты оқып отырып шешімін тапқандай болады. Ахмад өзіне сенбеді. Міне көптен күткен шешім. Демек әкем ауылдастарын сиқырлы ырыммен емдеп жүрген ұлының Құдайға 70 әйелді құрбандыққа шалуын қалаған екен деп түсті өзінше жорып алады. Мұны түсінген ауыл сиқыршысы әйелдерді солтүстік Суматрадағы шалғай жерде орналасқан қант қамысы плантациясына тарта бастайды. Бұл басталған жер ол үшін нағыз өлім алаңына айналады. Ахмад Сурадшидің жалғыз арманы атақ-даңқы шыққан емші болу болды. Ахмад Сурадши бедеуліктен, жала жабу, жаман көзден айықтыра алатын емші ретінде ауыл қыздар мен әйелдерінің арасында беделге ие бола бастады. Бірте-бірте Сурадшиға келушілердің саны арта бастады. Оған тіпті бай дәулетті адамдар бизнестері алға бассын деп көптеп келетін. Тіпті мемлекеттік органдарда істейтін адамдар да көптеп келген. Әйелдерді айдалаға тарту үшін Ахмад сан алуан әдістерге жүгінді. Кейде ол сиқырлы емдеу жағдайлары туралы айтып, науқасты алдап шақырды. Әйелдер ауыздарын ашып тыңдады. Әйелдің емделу шарттарының бірі оның қайда бара жатқанын сырттан ешкім білмеуі керек еді. Бұл бәріне құпия болуы керек болды. 70 әйелді өлтіруді көздеген болашақ ұлы емші осылай деп мәлімдеді. Егер басқа біреу білетін болса, ем әсер етпейді деп сендірді. Тәжірибелі сиқыршының сиқырлы сыйына сенген аңғалы емделушілер де келісе кетеді. Оларды беліне дейін жерге көму бедеулікті емдеуге көмектеседі деп сендірді.
Бұл өлтірудің ең оңай жолы болды. Жәбірленушінің денесі жартысынан көбі жерге батып кетті, және ол енді ештеңе істей алмады. Айналып жүрген сиқыршы айға қарап, тынымсыз сиқырдың сөздерін күбірледі. Жәбірленушілердің көздері жұмылып, ұйқыға кетті. Мұны көрген сиқыршы арт жағынан шығып, әйелдің мойнына электр сымының бір бөлігін бұрап алды. Бір-екі сәттен кейін жәбірленуші тұншыға бастайды. Беті қарайып, ерінен көбік пайда болады. Кейде қанға боялған бұл күңгірт көбік суратшыге шырын сияқты. Өмірден кетудің соңғы бір ләззаты сияқты көрінді. Тізерлеп тұрып, Ахмет еріндерін ит сияқты жәбірленушінің көгілдір аузына басып, дірілдеген ерінен көбіктерді шетін. Өліп бара жатқан әйелдің қышқысы ілекеймен бірге ол жаңа мызғымас күші алатын. Ахмад Сурадшы ауыр қылмысын 11 жыл бойы жасаған. Кейде сиқыршы жәбірленушіні өз еркімен азғыра алмаған. Содан кейін ол оның ізіне түсіп, оны өлтірген. Өлтірілген әйелдің басын өзінің үйінің жағына қаратып тұратындай етіп жерлеген. Әйелдер қайтыс болғаннан кейін Ахмад мәйітті топырақпен жауып үйіне кеткен. Әзірге ауыл әйелдерінің кенеттен жоғалып кетуі ешкімді алаңдата қоймаған. Ахмад шөл далада тұратын, ал бұл провинцияның тұрғындарында онсыз да көптеген қиындықтары болды. 1997 жылдың 24 сәуірінде 21 жасар Шри Кемала Деви есімді қыз Андреас есімді 15 жасар рикша тартушыдан оны Датукка апаруын өтінеді. Ол оны құпия сақтауын айтады және оны алып кетуге келмеуін сұрайды. 3 күннен кейін Дэвидің жалаңаш шіріген денесін ер адам қант қамысы алқабынан тауып алып, кейін оны бір топ адам қазып алып полиция шақырған. Андреас полицияға және Дэвидің отбасына оны 3 күн бұрын Сурадшидің үйіне тастап кеткенін айтады. Сондықтан полиция Сурадшидің үйіне келеді. Ол Дэвиді өлтірумен байланысын жоққа шығарса да, полиция оның үйінен Дэвидің сөмкесін, көйлегін және білезігін табады. Кейін ол 1997 жылы 30 сәуірде қамауға алынады. Жауап алу кезінде Сурадши Дэвиді өлтіргенін ақыры мойындайды. Бірақ сонымен қатар ол дәл осылай 42 қызды өлтіргенін де мойындайды. Индонезия полициясы оның денесін тапқан соң Сурадши қамауға алынды. Содан кейін олар тағы 41 мәйітті тапты. Олар 17 мен 40 жас аралығындағы жас қыздар мен әйелдер болатын. Жауап алу кезінде Ахмад жәбірленушілердің өздері оның табиғаттан тыс сиқырлы қабілеттеріне сенімді бола отырып, әртүрлі мәселелер бойынша көмек сұрағанын түсіндірді. Сурадшидің айтуынша, ол соңғы 11 жылда мұндай ғұрыптар оның сиқырлы күштерін арттырғанына сенімді болған. Ол іс бойынша сотталғанның әйелі де жауапқа тартылды. Индонезия соты да оны өлім жазасына кесті, алайда соңғы сәтте оны өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырды. Сурадшидің қалған 2 әйелі кінәсіз деп танылды. Бірақ 42 әйел мен қызды ғұрыптық түрде өлтіргені үшін кінәлі деп танылған 57 жаста Ахмад Сурадшиге қатысты өлім үкімі орындалды. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.